Бұл деген ежелгі қазақ халқының маңдайына сіңген домбыра. Бұл домбырада біздің ата-бабаларымыз қандай күйлер шығарып кеткен. Осы күйдің арқасында бір тарихты елестетіп беретін болған. Соны білесің ба, балам? Ассалаумағалейкум, менің есімім Жомарт болады. Ал менің қасымда өзімнің ұлым Қасымхан. Бұл ұлыма қазақтың қара домбырасын үйретіп, қазақтың дәстүрін насихаттап жүрген жайымыз бар. Жалпы өзім музыка бағдарында жүргеннен кейін барлық аспапта кішкене болса да бір ойнайтыным бар еді. Соны балама үйретіп, қазақтың домбырасы қандай екенін көрсетіп жатырмын. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, әке жолын қудың ба, ата жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судың ба. Есімім Аяжан, Қасымханның анасымын. Өзім ұлағатты ұстазбын. Қасымханға қазақ дәстүрін насихаттап, барлық қазақ салт дәстүрлерін үйретемін. Біз Қасымханның есімін қазақ тарихынан алып Қасымхан қойдық. Одан кейінгі қызымыздың есімін Жібек қойдық. Біз балаларымыздың есімін қазақ тарихын ұмытпасын деп насихаттап, қазақи қылып қойып жатырмыз. Және де мен өз жұмысымнан бөлек үйде қолөнермен айналысамын. Осындай ұлттық әшекейлерімізді қолымнан жасаймын, және өзіміздің отбасылық брендіміз бар, яғни ол Жібегім деп аталады. Осындай үйде барлық брошкалар жасаймыз, әшекейлер жасаймыз. Қазақтың ұлттық әшекейлерін дәріптеу мақсатында екінші жұмыс қылып осымен айналысып отырмыз. Өзімнің ұлыма қазақи дәстүрлі әндерді үйретуге тырысамын. Жалпы қазақи әндерді өз бойына сіңіргенін қалаймын.